Сәлем қазақ оқушылар, мен дәл қазір бар кемп-лигадағы екінші күнінде отырмын. Біздің бар кемптің екінші күні негізінен инкубаторлар идеясы деп аталады. Бұның басты мақсаты өзінің идеясын алып келген дүние жүзінің блогшылары өзінің идеясын ұсынып бұл жерде демеушілерді іздестіреді. Мәселен кейін мына бір компания осылай хабарлауды іліп қоятса, оған келген спонсорлар қолға таянып, сұрақтарын қойып, егер насып жатса, ары қарай бірге әріптестік жасастыруымызда. Әрбір жолда бірнеше адамдар өзінің идеясын ұсынған, яғни сіздер көріп отырсыздар, міне әрбір жолда бірнеше адамдар қатысқан. Бұл адамдармен кәдімгі кәсіпкерлер жиналады, осылай адамдар келеді. Идеялар айтпақшы екі түрге бөлінген. Біріншісі әлеуметтік және коммерциялық бағыттағы идеялар деп аталады. Мына Әзербайжанда қасынан достардың қасынан мінекей мына бала өзінің идеясын түсіндіріп жатыр. Қасында кісілер жиналған. Сондай-ақ ерекшелігі мұнда өзінің идеяңа фидбэк, яғни белгілі бір деңгейде ақыл кеңестер жинап тауып алуға болады. Мысалы, мынау Ләңс деген жоба украиналықтар болса керек, өзінің әріптестеріне түсіндіріп жатыр не мақсатын ашқандығын. Мынау бізде отырған бақыт екеуміз қазақ тілінде блогты дамытуға байланысты өзіміз әлеуметтік жобамызды ұсындық. Егер келе жатса, бұларға түсіндірмекшіміз. Және методдан қоғамда өзінің идеясын түсіндіруде. Мына жақта жас балалар көргісінің барлығы өзіміз қатарлы құрбы-құрдастар. Мына жақта кісілер де өзінің идеясын түсіндіруде. Әзірге осы сіздер білесіздер, бізде де байқау жарияладық. Яғни сіздер де қазақ тілін дамытуға сіздің идеяңыз болса, пікір қалдырыңыздар.